Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында өте жылдам және дәмді болып әзірленетін печенье дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, оның үстіне 200 грамм қант қосамыз. Оның үстіне ерітілген майды қосып шығамыз. 250 грамм болу қажет. Барлығының үстіне біз қопсытқыш қосамыз. Қопсытқыш бізге печеньеміздің әдемі болып көтерілуіне көмектеседі. Осы барлығын араластырамыз жақсылап. Және осының үстіне біз ұн қосамыз. Ұнымызды қосып болғаннан кейін біз қамырымызды илейміз. Қамырымыз біздің не жаңағыдай тым қатты жұмсақ, тым қатты болмау қажет. Орташа жағдайда болу қажет. Қамырды өстіп араластырып илейміз. Қамырымыз осындай болады. Қамырды бір 15-20 минутқа қойып қоямыз тындырып. Қамырды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін бөлек аламыз да үлкендеу бөлігін өстіп ыдысқа жұқалап жайып шығамыз. Оның үстіне кез келген тосапты жұқалап жағып шығамыз. Мен мына жерде алманың тосабын қолдандым. Және бір бөлігін алып өстіп үккіштен үгітіп шығамыз бетіне. Бұл бізге әсемдік үшін қолданылады. Барлығын бір тегіс етіп үккіштен өткізіп шығамыз. Біздің печеньеміз осындай болып шықты. Дайын болған печеньені 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минутқа қойып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.